Баршаңызға сәлем қыздар. Біз бүгін сіздермен американский пончики деп аталатын воздушный, пышный болып шығатын пончиктер дайындаймыз. Бізге керегі ең алдымен ыдысымызға опара дайындап аламыз. 200 мл жылы сүтке қант, дрожж, ұн салып, опара дайындап қоямыз. 10-15 минуттан кейін қалған ингредиенттерімізді салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мен барлық ингредиенттердің мөлшерін астына описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап жазып алсаңыздар болады. Осылай жұмсақ қамыр илеп, оның көтерілу үшін 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған кезде осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Пончиктердің көлемін өзіңіз қалағаныңша кессеңіздер болады. Және қамырды қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Қалың болғаны жақсы. Сол кезде пончиктеріңіз әдемі болып, пышный болып, ісініп пісетін болады. Мен үлкен пиалайдың көмегімен кесіп алдым, немесе кесенің банкымен кішкентай болып қалады екен пончиктер. Сондықтан үйдегі үлкен кесені пайдаландым. Осылай кесіп алғаннан кейін пончиктерді осындай кухонный сүлгіге қойып, тағы да 30-40 минутқа бетін жауып қойып қойдым. Сол кезде пончиктеріңіз тағы да көтерілетін болады. Осылай уақыт өткеннен кейін, 20-30 минуттан кейін, осылай насадканың көмегімен ортасын тесіп алдым. Үлкен жағын емес, кіші жағын пайдаланыңыздар. Себебі үлкен тесігі қатты үлкен болып кететін екен. Мен кіші жағымен тесіп, осылай сұйық майға барлығын рет-ретімен пісіріп алдым. Бұл теста сұйық майды өзіне көп сіңіріп алмайды, сондықтан қатты отта емес, баяу орташа отта пісіріңіздер, ортасы шикі болып қалмас үшін. Себебі тестамыздың құрамында сары майымыз бар. Сары май өзіне көп май сіңірмейді. Осылай шолпының көмегімен сүзіп алып, кухонный қағаз сүлгілеріне орналастырып қойсаңыздар болады. Артық майын сіңіріп алады. Енді бізге кондитерский дүкеннен таза шоколад алсаңыз болады, немесе осылай мен сияқты глазур алсаңыз болады. Глазурдың бағасы арзандау. Одан кейін мен осылай Қазақстан шоколадын салып, екеуін араластырып, молочный шоколад дайындап алдым. Таза шоколадтардың бағалары 4,5 мың теңгеден килограммы. Сондықтан өзіңіз қалағаныңызды таңдап алсаңыз болады. Осылай 100 граммын алып, кондитерский мешокқа орналастырып, оны сәндеуге қолданамын. Қалғанын ерітіп, темперирование, яғни температурасын анықтаймыз. Негізгі, егер сіздерде температура градусник болмаса, онда сіздер шоколад ерігеннен кейін 30 минуттай күтіңіздер. Сол кезде шоколадтарыңыз еріп салқындайды. Немесе бір пончикті салып, осылай көрсеңіздер болады. Егер шоколад өзін ұстап тұрып ақ кетпейтін болса, онда қалған пончиктерді осылай салып ала берсеңіздер болады. Негізгі температурасы 29-27 немесе 30 болса да бола береді. Осылай пончиктерімізді салып аламыз. Осы кезде бетіне кондитерский дүкенде сатылатын кез келген посыпканы қолдансаңыздар болады. Бағасы аса қатты қымбат болмайды. Немесе осылай кез келген шоколадты немесе глазурды ерітіп, бетін сәндеуге, оформление істеуге болады. Сіздермен бірге болған мен Нұржамал. Міндетті түрде дайындап беріңіздер. Балаларға 100% ұнайды пончиктер. Және каналға тіркеліп, комментарий жазып, қолдау білдіре кетіңіздер. Келесі кездескенше.